Қайырлы күн, балалар. Бүгін 3-ші сынып оқушылар үшін дүниетану сабағын өтеміз. Тақырыбы 7-ші бөлім, 27-ші сабақ. Жүргізетін Ұлдарбекова Нағима Иманжанқызы, Алматы қаласы, Зерде мектеп гимназиясы. Балалар, кәнекей жұмбақ шешіп көрейікші. Дәмі жоқ, түсі жоқ, пайдаланбас кісі жоқ. Бұл не? Әрине, бұл су, дұрыс таптық. Ал судың адам тіршілігінде қандай маңызы бар? Мына суретке назар аударайық. Көріп тұрғандарыңдай, адам тіршілігінде судың маңызы зор екен. Тек қана адам өмірінде ғана емес, жануарлар өмірінде де, өсімдіктер әлемінде де судың маңызы өте зор. Сондықтан су тіршілік көзі. Ал бүгінгі сабағымыз адамдардың алғашқы қоныстары қашан және қалай пайда болды? Бұл сабақта сен адамдардың қоныстануына табиғат жағдайларының қалай әсер ететінін оқып үйренесің. Алғашқы қоныстардың қашан және қалай пайда болғаны туралы білетін боласың. Сенің ойыңша, бұл жерлердің қайсысы адамдардың қоныстануына қолайлы болар еді? Не себепті? Осыған ойланайық. Әрине, сулы жер қолайлы. Сулы жер, нулы жер деп бекер айтылмаса керек. Адамдар неге су мол жер таңдаған? Өйткені адамдар ол жерде не істеді? Малын баққан, мал шаруашылығымен айналысқан, ауылдар орналасқан және сол су жағаларында жақсы демалған, мал ұстаған, балық аулаған, егін егіп, бақтардан өсімдіктер мен көкөністер өсірген. Ендеше су некен балалар? Тіршілік көзі. Мынау балалар, адамдар ежелден ақ сулы жерлерді мекен еткен. Неліктен? Өйткені сулы жер өсімдікке, жануарларға мол болады және тіршілікке бейімделген. Мысалы, біз бір Сырдария өзенінің жағасынан қарайық. Мынау Сырдария өзенінің жағасында адамдар ежелден ақ көптеген қалалар салды. Ауылдар, елді мекендер орналасқан. Мысалы, міне Сырдарияның бойында Тараз деген қала, Ясы, Созақ, Отырар, Сығанақ, Қызылорда деген ірі қалалар орналасса, оның маңайында ұсақ ауылдарда өте көп болатын. Олар егін шаруашылығымен айналысты, мал өсірді, балық аулады, осылайша өздерінің тіршіліктерімен айналысты. Осындай қалалардың пайда болуы үлкен сауда-саттық керуендеріне жол ашты. Сонау шығыстан ұзағынан созылып келетін ұзын жібек жолы деген керуен жолы болды. Ежелде ұлы жібек жолы Қазақстанның оңтүстік аймақтарынан өткен. Сол жерлерде саудагерлер сауда-саттық жасап керуен жүргізген. Керуен жолдары өтетін Сырдария мен Жетісу өзендерінің бойында көптеген қалалар пайда болған. Түсіндіңдер ме, балалар? Ендеше су жүргізер тіршіліктің тамыры. Су жоқ болса, тіршілік тамам, бауырым. Судың біздер біле тұра маңызын көп болған соң ұмытамыз қадірін. Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, мұны айтуға табиғаттың тілі жоқ. Балалар, табиғаттың, яғни тіршіліктің пайда болуына негіз болған екен? Су екен. Су екен. Сусыз тіршілік жоқ екен. Су табиғаттың бір бөлшегі. Сусыз тіршілік жоқ. Суды ластамайық, суды таза ұстайық, суды
ысырап етпейік. Балалар, сендерге үйге тапсырма, бұл әрине кімнің қолынан келеді, қалаған адам өзі осы тапсырмаға жауап бере алады. Бәрін демеймін, әрине кейбіреулерін қалағандарын. Интернет желісі мен қосымша әдебиеттерді пайдаланып, анықта сен тұратын қаланың, ауылдың атауы нені білдіреді? Өз елді мекеніңнің қалай пайда болу тарихынан не білесің? Қаласаң, осы сұрақтарға шағын әңгіме жазып беруіңе болады. Ден қоя тыңдағандарыңа рахмет. Сау болыңдар балалар. Келесі кездескенше күн жақсы. Паузаға қойын ба?